бұдан бір 40 жыл бұрын біз адам едік. Так. Қазір ақша деген әзәзіл алдыға шықты да, біз сол адам кейпімізден айырылып бара жатқан халықпыз ба деп ойлаймын. Неге? Ар, ұят, намыс, ұждан, адамгершілік, жауапкершілік деген дүниеден жұрдай болдық. Неге? Жасалады дейтұғын дүние теледидардан бүгін айтады, бір жыл өткеннен кейін оқиды, соқиды, анау кінәні анаған артады, анау кінәні анаған артады. Жеме-жемге келгенде жаңағы сиыр құйымшақтанып, кінәлі адам жоқ болып шығады. Осыған қарап отыр мен бүгін таңда қайран қаламын. Біз енді кешегі кеңес өкіметінде тәрбие алған, кеңес өкіметінің кезінде тегін білім алған ұрпақпыз ғой. Бізде өтірік айту жоқ. Неге десең, тәрбиеміз солай болды. Үлкендердің құйқаны тіліп, миға құйған тәрбиесі солай болды. Өтірік айтпа. Адамға тура қарай алмайсың, жүзің төмен болады. Біреудің ала жауын аттама, қиянат жасама. Қолыңнан келсе қайыр жаса. Адамнан қайтпаса Алладан қайтады дейді.